халықаралық мектептің математика пәнінен жасаған жобалық жұмыс нәтижесі төмендегі кестеде көрсетілген. Бірінші жұмыстың нәтижесі 3 балл, екінші жұмыстың нәтижесі 3 балл, үшінші жұмыстың нәтижесі 5 балл, тағы сол сияқты ең соңғы жұмыстың нәтижесі 3 балл. Бізге жиіліктің және салыстырмалы жиіліктің интервалдық кестесін құру керек және жиілік полигонын салу керек. Шешу. Алдымен жиіліктің және салыстырмалы жиіліктің интервалдық кестесін құрайық. Алдымен анықталайық. Бізде ең кіші мән нешеге тең? Осы кестедегі. Кестедегі ең кіші мән неге тең? Дұрыс, 3-ке. Яғни x минимум бізде тең 3-ке. Ал ең үлкен мән нешеге тең? Ең үлкен мән 10-ға тең. Енді сіздерге сұрақ. Осы аралықты нешеге бөлейік? 3 пен 10-ның арасын қандай аралықтарға бөлейік? Олай бөлуге болады, бірақ та біздің есебіміз былай айтқан кезде жуықтауымыз, есептеуіміз, мына құрған есептеуіміз тым былай айтқан кезде қалай айтсақ енді дұрыс болмайды. Енді дұрыс болмайды дегенде орташа есеппен мысалы дәл болмайды, былай айтқан кезде дәл болмайды, біздің есептеуіміз дәл болмайды. Бізге қара 0-ден 5-ке дейін және 5-тен 10-ға дейін деп алмайық, біз былай алайық. 3-тен 4-ке дейін, 5-тен 6-ға дейін деп осылай алайық, жақсы ма? Келістік па? Жақсы. Егер қарсы болмасаңыздар, осылай бөліп алайық. Сонда біз аралықты былай бөліп алайық. 3-тен 5-ке дейін деп, сосын 6-дан 7-ге дейін, 8-ден мен 3-тен 5-ке дейін деп, мына жерде шатасып кеттім, 3-тен 4-ке дейін. 3-тен 4-ке дейін, сосын 5-тен 6-ға дейін, 7-ден 8-ге дейін, 9-дан 10-ға дейін. Осылай бөлейік. Жақсы, енді кестемізді салайық. Бірінші жолда бізде ұпайлар. Біздегі нәтижеміз, ғылыми жобалардың нәтижелері. Енді екінші жолға біз жазайық жиіліктерін. Жақсы, мұнда мен неше деп жазамын? Бір рет санап шығайық, яғни 10 болу керек негізінде. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, мына жерге 10 деп жазамыз. Келесі неше деп жазамын? 3 па, 4 па? 5 пен 6-лар неше? 4-еу. Келесіне 2, соңғысына 4, дұрыс. Жақсы. Енді сұрақ, мына жерде барлық сандар саны неше бізде? 20 ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дұрыс, 20 екен. Мына жерде көлем бізде қараңыздар. Көлемі. Таңдаманың көлемі тең екен 20-ға. Таңдама көлемі. Таңдама көлемі деп айтады мына жердегі сандар саны. Жақсы. Енді қараңыздар. Бізге керек салыстырмалы жиілік табу. Салыстырмалы жиіліктің жолын жазып қояйық. Мынау бізде салыстырмалы жиілік деп. Мынау бізде салыстырмалы
жиілік. Енді қараңыздар, салыстырмалы жиілік табу үшін сіздер мына жердегі жиілік санын, мысалы мына жердегі 10-ды бөлесіздер мына көлемге. 10-ды бөлесіздер 20-ға. 10-ды 20-ға бөлеміз. 10-ды 20-ға бөлінді қанша шығады? Жоқ, бөлеміз деймін, бөлеміз. 10-ды бөлеміз. Қараңыздар, мына жерге 10-ды бөлеміз 20-ға. Неше шығады сонда? 0,15. Келесі. 4-ті 20-ға бөлгенде қанша шығады? Так, 0,2 дұрыс. Ал 2-ні 20-ға бөлген кезде 0,1. Ал 4-ті 20-ға бөлген кезде жаңағыдай 0,2. Жақсы. Егер бір жерден қателестім деп ойласаңыздар, сіздерге тексеруге болады. Мына жердегі сандарды қосқан кезде бір шығу керек. Тексерейік. Қараңыздар, 0,15-ге қосайық 0,12 болады. 0,7. Оған 0,1-ді қосқан кезде 0,8. Оған 0,2-ні қосқан кезде 1 болады. Расында да біздің істеген нәрсеміз дұрыс екен. Жақсы. Біз қараңыздар, жиіліктің және салыстырмалы жиіліктің интервалдық кестесін құрдық. Біз мына жерге тапсырманы орындап біттік. Енді келесі бізге жиілік полигонын сал дейді. Бұл жерде біз былай айтқан кезде график саламыз. Мен мына жерге салайын, оң жаққа бізге бос орынға. Қараңыздар. Мынандай ось салам. Қазір қайтып салайын. Және мынандай ось салам. Енді қараңыздар. Мына көлденең оста, бірінші айта кетейік. Біз қазір мына жерде жиілік полигонын салып жатырмыз. Мынау бізде жиілік полигоны. Жиілік полигон салған кезде қараңыздар, сіздер мына ақпараттарды пайдаланасыздар. Бірінші және екінші жолдағы ақпараттарды пайдаланасыздар. Алдымен мына интервалдық аралықтың ортасын табайық. Мына интервалдың ортасы неге тең? Біз өткенде таптық. 3 пен 4-тің арасы неге тең? 3 пен 4-тің арасы неге тең? Ортасы 3,15 дұрыс. Соны белгілеп алайық. 3,15 мына жерде болсын. Келесі 5 пен 6-ның ортасы нешеге тең? 5,15. Яғни сіздер мына 5 пен 6-ны қосып 2-ге бөлесіздер. Өткенде біз шығардық осындай есепті. Келесі 7 мен 8-дің ортасы. 7,15. Одан кейін 9,15, е? 9,15. Енді қараңыздар, мына остың бойынан сіздер мына сандардың орнын тауып аласыздар. 2 дегеніміз жуық шамамен бізде мына жерде орналасқан дейік. Мына жерде 2 тұр дейік. Мына жерде 4 тұр. Так, мына жерде бізде 6 тұр. Мына жерде бізде 8 тұр. Мына жерде бізде 10 тұр. Енді қараңыздар. 3,15-те, яғни біздің мына аралықта жиілік бізде нешеге тең? 10-ға тең. Қараңыздар, демек 3,15-те бізде 10-ға тең. Осы жерді белгілеймін нүкте ретінде. Қазір қайттан белгілейін. Я дұрыс Темірлан, мына жерді белгілейін. Келесі 5,15-те 4-ге тең. Қараңыздар, мына жерді белгілейін. Келесі қай жерді белгілеймін? 2-ні белгілеймін. Одан кейін
4-ті белгілеймін. Енді қараңыздар, осы нүктелерді түзу сызықпен қосам. Бұлай сіздерде линейка бар болса линейкамен қосасыздар. Бұлай қосамыз. Бұлай қосамыз. Жиілік полигонын салып болдық. Енді қараңыздар, есебіміз негізі аяқталды. Біз қосымша ретінде жиілікпен қоса енді салыстырмалы жиіліктің полигонын салайық. Ондай да бар бізде. Салыстырмалы жиіліктің полигонын салайық. Ол жерде бізде дәл жаңағындай. Салайық. Дәл жаңағындай болады. Тек мына сандардың орнында бізде мына сандарымыз тұрады. Салып көрсетейік. Мына жерде бізде 3,5. Мына жерде бізде 5,5. 7,5. Жиілік полигонындағыдай. Мына жерде де 9,5. Енді мынау тік оста сіздер мына жердегі кестедегі үшінші жолдағы ақпараттарды белгілейсіздер. 0,5, 0,2, 0,1, 0,2. Осыларды белгілейік. 0,1-іміз бізде мына жерде болсын. Мына жерде бізде 0,2-іміз болсын. Мына жерде 0,3-іміз болсын. Мына жерде бізде болсын 0,4. Мына жерде болсын 0,5. Енді белгілейік жаңағыдай нүктелерімізді. 3,5-тен нешені белгілеймін? Дұрыс, 0,5-ті белгілеймін. 5,5-те нешені белгілеймін? Келесі нешені белгілеймін? Одан кейін 0,2. Дәл жаңағындай түзу сызықпен қосам. Болды. Біздің салғанымыз салыстырмалы жиіліктің полигоны. Жазып қояйық мына жерге. Бұл бізде салыстырмалы жиіліктің полигоны. Полигоны. Жиілік. Есебіміз аяқталды.